Тыныс белгілері. Тырнақша. Тырнақша жазуда пайдаланылатын тыныс белгілерінің бірі. Ол бірде тырнақшаға алынған сөздің немесе сөйлемнің өзге біреудікі екендігін білдірсе, енді бірде оның өзі тура мағынасында қолданылмай, басқа бір мағынада қолданылып тұрғандығын, болмаса заттар мен нәрселердің шартты атаулары екендігін білдіреді. Сонымен, тырнақша негізінен мағынаға байланысты қойылатын белгі. Тырнақша мынандай орындарда қойылады. Сөйлеуші я жазушы өз сөзінің ішінде басқа біреудің сөзін өзгертпей, сол қалпында қолданса, ондай сөздер мен сөйлемдер тырнақшаға алынады. Бұл тырнақшаға алынған сөздер мен сөйлемдердің авторының өзінікі емес, бөгде біреудікі екендігін, төл сөз екендігін білдіреді. Мысалы, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, дейді Абай. Мақал мәтелдер, афоризмдер, дәйек сөздер тырнақшаға алынады. Мұндайда оның алды-артынан төл сөзге тиісті тыныс белгілері қойылмайды. Мысалы, өзінің бір кітабында ел боламын десең, бесігіңді түсе деген Мұхтар Әуезов. Ойға тірек етіліп отырған сөздер мен сөйлемдер, жеке дыбыстар жазуда тырнақшаға алынады. Мысалы, А дыбысы дауысты дыбыс буын құрайды. Келесі, әжуа, сықақ, кекесін, мысқал мағынасында қолданылған сөздер мен сөйлемдер тырнақшаға алынады. Мысалы, қоян батыр қорыққаннан зыта жөнелді ертегіден. Келесі, газет, журнал, кітап, шығарма, қаулы қарар аттары өзге біреудің сөзінің ішінде қолданылғанда, бұлар тырнақшаға алынады. Мысалы, Абай жолы романы 4 томнан тұрады. Келесі, кәсіпорын, фирма, зауыт, фабрика, ұйым аттары мен машиналар мен құрал жабдық маркалары түсініктемесіз айтылғанда тырнақшаға алынады. Мысалы, Рахат кондитерлік фабрикасы. Біреудің айтқанынан алынған жеке-жеке сөздер тырнақшаға алынады. Мысалы, соңғы айтқан мылжың, мақтаншақ, даңғой дегендері осы арада шынымен 4 көзі төл отыр еді. Мұхтар Әуезовтың. Кейбір ойын, әдет салт аттары тырнақшаға алынады. Мысалы, қол ұстату, шаш сипату деген атақты ырымдар осы. Ескертулер. 1. Атындағы деген сөзбен келген атақ тырнақшаға алынбайды. Әл-Фараби атындағы университет, Ғабит Мүсірепов атындағы мектеп, Абай атындағы бірлестік. 2. Мекеме, ұйым, тағы басқа ресми атаулары толық немесе қысқартылған тырнақшаға алынбайды. Тұтынушылар одағының қызметкері, мемлекеттік банкінің бөлімшесі. 3. Телеграф агенттіктерінің аттары тырнақшаға алынбайды. Associated Press агенттігі мен агенттігі. 4. Кітаптың аттары библиографиялық тізімдерде, сілтемелерде, пікірлерде, автордың аты жөнінен кейін жазылғанда тырнақшаға алынбайды. Мысалы, Ғабиден Мұстафин, Өмір белестері, Алматы 1984.